Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, менің сүйікті көрермендерім. Мен сіздерге Word'да бір кісі осындай сұрақ қойған екен. Осындай аппақ бетке, цветной принтерге бір нәрсе шығарайын деп жатырмын. Фонды қалай қойсам болады, таба алмай жатырмын дейді. Жақсы, жауап берейін. Бұл жерде жалпы Word'қа кірген кезде, енді Word'тың әртүрлі версиялары бар. Біреулер 2003-пен отырады, 2000-мен отырады, 2010, 2013, 2016 деп кетіп баратыр. Енді примерно қазіргі соңғы версиялар бар деп ойлаймын сіздерде. Осы жерде, мына жерде главная вставка деген андай менюлар болады. Егер мынандай жоқ болып тұратын болса, оң жағында көріп отырсаңыздар, X-тің астында мынандай свернуть ететін бар. Бұл да бір лайфқа көп адамдар білмей жатады. Осындай ашып аласыздар, сосын мынандай менюларға шығасыздар. Разметка страница деген жерге өтсеңіздер, осы жерде қарасаңыздар, фон страница дегенге осы үшіне жауап береді. Осы жерде цвет страница дегенге барсаңыздар, қарасаңыздар, міне осындай фонды өзгерте беруге болады. Өзіңізге керек фонды қоясыз. Қарасаңыздар, фон қойылды, өзіңізге ұнаған текстіңізді жазып, ол текстіңізді былай керек түсіңізге бояп, по центру қойып, шрифтін үлкейтіп деген сияқты суретіңізді қойып шығара бересіз. Енді қараңыздар. Осы жерге кірген кезде фондар неше түрлі бар ғой, негізінде основной фондар. Осы жерде другие цвета деген бар. Не цвета қойсаңыздар, қайтадан орнына келеді. Ал осы жерде другие цветаға барсаңыздар, осындай обычный бір точечный, осындай цветтерді қойға болады. Мысалға маған ашық жасыл қойғым келсе, осындай ойнап тренировка жасап көрсеңіздер болады. Әрқашан қорықпаңыздар эксперимент жасаудан, өйстіп үйренесіздер. Осы жерде негізі цветтің модельдері бойынша қоюға болады. Цветовая модель, RGB, HCL арқылы мына жерде ойнақтатсаңыздар да болады. Кейбір точечный нелер бойынша қойғыларыңыз келсе, осындай түстерді қоюға болады. Бұл жерде енді другие способы заливки дегенге кірсеңіздер, бұл жерде бір күшті нәрселер бар. Текстураларға кірсеңіздер, дайын осындай текстуралар қоюға болады фонға. Көріп отырсыздар. Способы заливки текстура. Мына жерде қаншама готовый текстуралар бар, әдемі. Сары қоюға болады деген сияқты. Так, бұл жерде узорлар қоюға болады, осындай мысалға. Узорларды басып көрсеңіздер, осындай узорлармен неше түрлі қарасаңыздар болады. Так, енді узорлар шығатын тек нелерге шығады, оны тренировка жасап көресіздер. Енді градиентный деген бар, два цветаны ойнақтырып. Вертикаль бағытта осындай қойсаңыздар болады. Көрдіңіздер, ақ, сары түс таңдайсыздар. Бұның бәрі керек болады, біліп жүру керек жалпы. Заготовкалар бар, мысалы. Ранний закат дейді, осындай закат дейді, сумерки дейді, например, давайте сумерки қойып, міне осындай небір жақсы фондарды қарасаңыздар болады. Из угла, от центра, деп осылай, от центра, неше түрлі тренировка жасасаңыздар болады. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді рисунок туралы суретті қалай қоямыз дегенді келесі сабақта көрсетейін сіздерге. Егер қызық болатын болса, астына жазып кетіңіздер, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы фонға оралатын боламыз. Алдағы уақытта көп видео серия сабақтар болатын болады. Бұдан да қызықты нәрселерді көрсетемін алдағы уақытта. Лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментке жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Олжас Жарқын, барлықтарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше аман сау болайық.